Сәлем достар, бүгін сіздерге Puppy Pie тортының рецептісін ұсынғым келіп тұр. Жасалу жолы өте оңай және тез жасалынады. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің құрамын описанияда жазып қоямын. Алдымен құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Ұнға разрыхлитель, какао салып араластырып аламыз. Бөлек бір табаға комнатный температурада еріп тұрған сары майға шоколадымызды саламыз. Сары май мен шоколадты микроволновкаға салып ерітіп аламыз. Ерітіп дайындап қоямыз. Одан соң бөлек табаға 4 жұмыртқамызды сындырамыз. Үстіне шекер саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Қатты миксерлеп қажет емес, жай ғана 2 есе ұлғайса жарайды. Алдын ала дайындап алған құрғақ смесімізді осылай біртіндеп саламыз. Одан соң еріген шоколад пен майды салып миксерлеп аламыз. Шоколадымыз жылы болу қажет. Жылы болса жақсы миксерленеді. Міне біздің тестіміз дайын. Форманың ортасына пергамент салып, осылай углубление жасап аламыз. Дайын тестімізді осылай формаларға саламыз. Формамызды алдын ала сразу 4 бөлікке бөліп алған жақсы. Сонда сіздің корждарыңыз бірдей болып шығады. 180 градуста 8-10 минут пісіріп аламыз. Корждарымызды суытып аламыз. Корж суығанша кремін жасаймыз. Ол үшін креміне керекті ингредиенттердің бәрін бір табаға салып миксерлеп аламыз. Сливкиіміз салқын болу керек. Сонда сізде жақсы соғылады. Кремді алдын ала осылай бірде қылып 3 кондитерский мешокқа саламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Видеода көрсетілгендей осылай шариктерін шығарамыз. Мен насадканы қолданбаймын. Осылай кондитерский мешоктың басын кесіп аламын. Осындай жолмен келесі корждарымызды жасаймыз. Осымен біздің тортымыз дайын. Холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Үстіне шоколадты ганаш дайындау үшін ысып тұрған сливкиге шоколад салып араластырып аламыз. Тортымызды әрлейміз. Осылай шпательдің көмегімен шоколадтың шеттерінен ағызып әрлейміз. Торттың бетін өздеріңіздің қалауыңызша әрлеуге болады. Жеміс-жидектермен, шоколадтармен, ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!